Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балықты, яғни сазан балығын қалай оңай жолмен қабыршықтарын алып тастауға болатынын көрсететін боламын. Видеоны толық көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен міне балықты дайындап аламыз және қайнап тұрған суға, міне шайнекті қатты қайнатамыз да, сақырлатып. Осылай үстінен бір жүргізіп, сосын астынан бастап үстіне дейін тағы бір рет құйып шығатын боламын. Қайнап тұрған су болу керек міндетті түрде. Енді қазір мен сіздерге екінші жағын айналдырамыз да, тағы да жаңағы тәсілмен құйып өтетін боламыз. Қайнап тұрған суды мөлшерінен артық құюға болмайды, өйткені балықтың терісі сыпырылып түсуі мүмкін. Дәл мен сияқты жасаңыздар. Енді қазір мен сіздерге қараңыздар, міне тиындары деп атаймыз ба, білмеймін, енді қабыршықтары деуге де болады. Міне қалай оңай қолмен өзі де алынып жатыр. Міне енді мен бұны арши бастаймын. Оңай аршылады. Осымен балықты тез әрі оңай беткі қабатын аршып тастадым. Ешқандай шашырамайды, үйіңізді былғамайды. Енді не істейміз? Біз балықтың басын алып тастаймыз. Және шек қарнын да алып тастаймыз ішіндегі. Енді осыны алып тастағаннан кейін балықтың ішін, сыртын жақсылап жуып алатын боламын. Және мен шеттегі қанаттарын барлығын алып тастадым. Және осылай кесіп тұздайтын боламын балықты. Міндетті түрде осылай кесіп алыңыздар, сонда тұзы жақсы сіңеді. Өздеріңіздің қалауынша тұз қосасыздар. Және тұз қосқаннан кейін жаңағы су болып тұр ғой бізде, балық кішкене жуғаннан кейін әлі. Соны толық кебуін күтіңіздер. Соны балықты қойып қоямын. Сонда қуырған кезде сулы болмай, қытырлақ болып шығады. Міне бақырымызға майымызды құйып алып, қатты ысып тұру керек. Соған енді балығымызды қуыратын боламын. Жақсылап қуыруы қажет, қып-қызыл болып. Сол кезде қытырлақ болып, күшті болып піседі енді. Балық жақсы көретіндер біледі, қытырлақ, қып-қызыл балық жеген дәмі ерекше болады. Осылай балықтарымызды екінші жағына аударып аламыз. Өте дәмді енді. Сазан балығы өте дәмді ғой. Осымен біздің балығымыз дайын. Сіздер де дәл мен сияқты жасап көріңіздер.